18 ақпан күні елбасы кітапханасында кітапханаға кітап сыйла акциясы басталды. Аталған акция аясында кітапханаға алғашқылардың бірі болып өз еңбектерін көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері, публицист, экономика ғылымдарының докторы, академик Равиль Шырдабаев сыйлады. Сондай-ақ кітапхана іс-шарасына Нұр Отан партиясының сыбайлас жемқорлықпен күрес жөніндегі қоғамдық кеңесі төрағасының орынбасары, көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері Оралбай Әбдікәрімов қатысты. Елбасы кітапханасына 10-нан аса кітап сыйланды. Кітапхана сөресінен орын алған еңбектер Қазақстанның мұнай-газ саласының дамуы, сондай-ақ Жетісу, орталық Қазақстан, Алматы өңірінің табиғаты, тау белесі, өзен көлі мен қазба байлықтары, жануарлар әлемі туралы энциклопедиялық кітаптар сериясы болып табылады. Мұнай-газ саласының білікті маманы, әрі зерттеуші ғалымы Равиль Шырдабаев Қазақстанның мұнай-газ саласының даму перспективасы туралы да айтып берді. Сондай-ақ ол Қазақ хандығының 550 жылдығы, тәуелсіздіктің 25 жылдығы туралы өз ойымен бөлісті. Мұнай 150 жылдың ішінде бүткіл мына өркениетті әлем, өркениетті адамзат, өркениетті мемлекеттерге айналу үшін техникалық прогресс, әсіресе 20 ғасырдың екінші жартысында осындай дамуына үлкен үлес қосты. Мына шетелге барғанда сұрайды, алғашқы тәуелсіздік алған кезде осы қазақтар дейтін кім, ата-бабалар жөнінде не айтасыз дейді. Сонда біз былай деп жауап береміз. Қазақстан бүгін 2.724.000 шаршы километр жері бар. Ол жерге 8 Ұлыбритания болмаса 6 Франция сыйып кетеді. Біздің ата-бабаларымыз аттың үстінде жүріп, қолында найза мен қылыш сол елді, жерін, байлығын, тілін, салт, дәстүрін барлығын бізге дейін жеткізді. Көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері Оралбай Әбдікәрімов автор сыйлаған әр кітап жеке энциклопедия. Мұндай еңбектерді ғылыми институттар жазады. Бұл дегеніміз автордың ерең еңбекқорлығы мен жоғары біліктілігін көрсетеді деп атап өтті. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы кітапханасының атқарушы директоры Бейсенбай Жұмабеков сыйланған кітаптардың маңыздылығына тоқталды. Кездесу соңында құрметті меймандар елбасы кітапханасының тілек кітабына естелік лебіздерін жазып қалдырды.